Итмұрын өсімдігімен қазақ жақсы таныс. Оның құрамы дәруменге пайдалы заттарға бай. Итмұрынның мұндай пайдасы жайлы және де бауырды тазалауға тамаша көмектесетінін білесіз бе? Әсіресе итмұрын бауырды өте жақсы тазалайды. Бұндай емді жасаудың да еш қиындығы жоқ. Итмұрында аскорбин қышқылы, минералды тұздар, қышқылдар мен флавоноидтер өте көп. Осындай құрамының арқасында аталмыш өсімдік көптеген ауруға ем болып, тіпті алдын алуға да қауқарлы. Мәселен, вирустық инфекцияларға қарсы тұратын, иммундық жүйені нығайтып, созылмалы шаршаңқылық пен авитаминозды болдырмайды. Сонымен қатар, итмұрынның бойындағы дәрумендер адамға күш-қуат беріп, көңіл күйін де тұрақты етуге септігін тигізеді. Итмұрынның бауырға пайдасы. Итмұрын бауырдың қабынуын жеңілдетеді. Зақымдалған жасушаларға пайдалы әсер етеді. Бұл әсіресе істіктер немесе жаралар үшін өте маңызды. Итмұрын сорпасы бауырдың қабынуы, холецистит, гепатит, цирроз және де онкологиялық аурулар үшін қолданылады. Белсенді компоненттер бауырға өт шығаруға көмектеседі. Бұл токсиндерден тазартуға, дененің саулығын арттыруға және салмақты тұрақтандыруға негіз болады. Бауыр ауруларын емдеу және алдын алу үшін жемістерден, жидектерден немесе итмұрын тамырларынан қайнатпа қабылдау ұсынылады. Алайда ем қабылдамас бұрын бүйрек, ішек, өт, тас ауруы, сондай-ақ қант диабеті патологиясының жоқтығына көз жеткізу керек. Мұны көбінесе мұқият тексерусіз білу мүмкін емес. Сондықтан процедурадан бұрын дәрігерлік кеңес алу ұсынылады. Бұдан бөлек тамақтану рационынан зиянды тағамдарды алып тастап, дұрыс тамақтануға ауысып, алдын ала дайындалу маңызды. Итмұрын қайнатпасын қолданған кезде оған қант қосу ұсынылмайды. Бұл әдіс іш жүргізетін әсерге де ие. Бұл жағдайда асқазан ішек жолдарын токсиндерден босату арқылы ішектерді тазартуға болады. Тазалау кезінде көбірек су ішу ұсынылады. Итмұрын тұнбасы қалай дайындалады? 2 уыс құрғақ итмұрын алып, оларды термосқа салып, жарты литр ыстық су құямыз. Шамамен 12 сағат тұру керек. Жалпы тұнбаны ұйқыға жатардан алдын дайындаған дұрыс. Сосын таңертең аш қарынға 1 стакан тұнбадан ішіп, 20 минуттан кейін тағы 1 стакан таза итмұрын инфузиясын ішуге тырысыңыз. Сіз бұл сусынды ішкеннен кейін 1 сағаттан кейін ғана таңғы ас іше аласыз. Курсты 6 күн бойы жалғастыруға болады, алайда араға 2 күн салып қана емді жалғастыруға болады. 2 күннен соң тұнбаны аш қарынға ішіп, араға 2 күн салып тағы жалғастырасыз. Осылай емді курсты 6 күн ішесіз. Итмұрын тұнбасын былай да дайындауға болады. 3 ас қасық құрғақ итмұрынды жақсылап ұсақтаңыз. Бұл ұнтаққа 2 стакан қайнаған су қойып, түнде термоста қалдырыңыз. Таңертең дайын тұнбаға 3 ас қасық қант алмастырғыш сорбитолды қосуға болады. Бұл тұнбаны да 2 дозада ішу керек. Бірінші рет оянғаннан кейін бірден аш қарынға тұнбаның жартысын ішу керек. Келесі порция 20 минуттан кейін. Бұл уақытта тамақ ішуге болмайды, бірақ жатуға ұсынылады. Таңғы асты тек 45 минуттан кейін ішесіз. Ем 3 рет қайталанады, бірақ әр қабылдау арасында 2 күн үзіліс жасау қажет. Бауырға итмұрынның баға жетпес пайдасы бар. Бірақ емдеуді бастамас бұрын оған алдын ала дайындалу ұсынылады. Дайындық шараларының кешені емдеу процедуралары басталғанға дейін 1 апта бұрын өткізіледі және келесі әрекеттерді қамтиды. Майлы, тұзды, ысталған, ұн және де ащы тағамдарды жеуге болмайды. Сондай-ақ алкогольді және газдалған сусындардан бас тарту керек. Бауырға арналған жеңіл диетаны ұстаныңыз. Судың оңтайлы көлемі күніне 2 литр болып саналады. Ескерту: кез келген емдік немесе салмақ тастауға арналған әдісті дәрігермен кеңесуден кейін ғана қолданыңыз. Ақпаратым ұнады деген ойдамын. Егер де каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеле кетіңіз. Дендеріңіз сау болсын.